Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен дәмі өте керемет, әрі жылдам, тез дайындалатын кесе самса дайындайтын боламыз. Каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ұнымызға бөлме температурасындағы суға тұзымызды салып жақсылап араластырып, оның үстінен ерітілген майымызды құйып жақсылап араластырып қамыр илейтін боламыз. Әуелі қасықтың көмегімен, сонан соң қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамыр бастапқыда бірікпеуі мүмкін, бірақ жақсылап илесеңіздер, қамырдың июі қанып, қамыр шығатын болады, әдемі қамыр шықтырап. Қамырды 5-10 минутқа тұндырып, салмасын дайындайтын боламыз. Қалауларыңыз бойынша ет, картоп, пияз, құйрық немесе ішмай салсаңыздар болады. Мен ішмай қолдандым, және де дәміне қарай тұз, бұрыш, приправаларыңызды салып, жақсылап араластырыңыздар. Және де егер сіздерде қызанақ болса, қызанақ салсаңыздар, тіптен керемет сулы болып шығады. Менде болмағандықтан мен осындай банкідегі салаттарды қолдандым. Енді осы салмамызды жақсылап араластырып, болғаннан соң қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз. Мен 4 самса шығардым. Ол үшін самсамызды қамырымызды 4 бөлікке бөліп, зуала осылай дөңгелектеп зуала жасайтын боламыз. Онан соң 4 үлкен, 4 орташа көлемдегі дөңгелектерді жасап алдым. Мен көлемін үлкейтіп істедім. Сіздер азайтып жасасаңыздар да болады. Осылай жасап болғаннан кейін 5-10 минутқа тұндырып қоямыз. Міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар. Мен бетін жауды ұмытып кетіппін. Қамырым кішкене қаясып қалды. Осылай қамырымызды, үлкен қамырымызды орташа қалыңдықта дөңгелектеп жайып шығамыз. Онан соң кесемізге немесе үлкенде ыдысымызға осылай орналастырып, ішіне салмасын салатын боламыз. Осылай үлкен қамырды жайып болған соң, енді бетіндегі кішкентай қамырды жаятын боламыз, орташа қамырымызды. Сонан соң осылай жайып болғаннан кейін осылай асықпай жайып аламыз да, ішіне салмасын салып, бетін жаңағы кішкентай қамырымызбен беттестіріп, осылай бір-біріне біріктіріп, түйіп шығатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер де болады. Егер түйе алмасаңыздар, артық бөліктерін кесіп тастауға болады. Мен осылай өріп түйіп шықтым. Және де бетіне кішкентай қамырдан колпачок істейтін боламыз, яғни тұтқасын істейтін боламыз. Осылай екеуінде әдемелеп жайып алдым мен. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Міне екінші қамырымызды да жайып алдық. Енді оны да кесемізге салып, орналастырып, ішіндегі салмасын саламыз. Бетіндегі беткі қалпағын осылай тағы да жайып аламыз. Осылай әдемелеп жайып болғаннан кейін ішіне салмасын саламыз екінші қамырымыздың. Әдемелеп ішіне салмасын салып, тағы да бетін беттестіріп жауып, қайтадан түйіп шығатын боламыз. Осылай шет-шетін әдемелеп түйіп шыққаннан кейін бетінде кішкентай қамырды алып, тұтқасын істейтін боламыз. Міне осындай біздің әдемі самсамыз дайын болады. Енді печкамызға бетіне жұмыртқамызды салып, печкаға салып пісіретін боламыз. 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. 180-200 градуста, яғни печкаларыңыздың қызуына байланысты 20-30 минут пісіріп аламыз.
Міне осындай керемет самсамыз дайын болды. Сіздерге ас болсын.